Сәлем құрметті достар, бүгін сіздермен бірге мен Әділет Темірұлы және де бізбен бірге Huawei P30 және де Huawei P30 Pro. Бұл смартфондар туралы көп нәрсе айтуға болады. Қарапайым, жаңа, заманауи. Біздің заманымызға сай ма? Бірге анықтайық. Бір қарағанда екеуі де көзге өте жағымды көрінеді. Бір-біріне ұқсайды. Бірақ P30 Pro'ға қарағанда 7,5 мм-ге жіңішке. Екеуінің де корпусы қолданғанға ыңғайлы, өте жеңіл. Huawei P30 салмағы бар жоғы 165 грамм, ал Huawei P30 Pro'ның салмағы бар жоғы 190 грамм. Дизайны өте керемет. Қандай баға береміз? Әрине 5. Әділет, не үшін жылап отырсың? Мына качествосы айуан екен. Керемет. Я в шоке. Ал енді өте маңызды ақпарат, қыздар қауымының құлағына алтын сырға мұқият болыңыздар. Huawei P30 камерасы 40-16-8 мегапиксель, ал Huawei P30 Pro'ның камерасы 40-20-8 мегапиксель. Және де осының құрметіне сіздердің суреттеріңіз өте сапалы шығады. Егер де сізге дәл осындай сапалы сурет керек болатын болса, Huawei P30 және де Huawei P30 Pro'ны ұсынамыз. Все, бітті ма? Кешіріңіз, маған сіз таныстырып тұрған екі смартфоннан Huawei P30 Pro смартфонын алып тұр. Енді әрине сіздің айтуыңыз бойынша. Ал маған Huawei P30-ын алып тұр, маған сол керек. Екеуінде артықшылықтар өте көп. Huawei P30-ды саған табыстаймын. Huawei P30 Pro'ны саған табыстаймын. Сағындым, шыны керек сағындым, иісін бауырдың